Сәлем достар, бүгін біз Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті халықаралық қатынастар факультеті аймақтану мамандығының 4-ші курс студенттері және де бізде аймақтану мамандығын бітіріп кеткен түлек Айзада бізге қазір апай болады, 2010 жылы бітіріп кеттіңіз, біз 2018 жылы түстік. Получается, біздің түлегіміз қазіргі таңда осы аймақтың мамандығын бітіріп, магистратура мен докторантураны Қытайда оқыдыңыз, қателеспесем Қытайда оқыған. Қазір Сүлеймен Демирел атындағы университетте оқытушы болып қызмет атқарасыз. Жалпы аймақтану мамандығына осы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне, халықаралық қатынастар факультетіне қалай келдік? Сол жайлы айтсақ. Барлығына сәлем. Есімім Аяжан, халықаралық қатынастар факультетінің аймақтану мамандығынан 4-ші курс студенті боламын. Жалпы аймақтану мамандығына мен қалай келдім? Ең біріншіден атап өтетін келгені, бұл мен 9-шы сыныптан бастап мектеп қабырғасында жүргенде, әрине Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жайында барлығымыз үшін белгілі бір арман болды. Бұл университетке түсу менің де арманым болған болатын. Осылайша жалпы өзіміз білетіндей бұған біздің Қазақ ұлттық университетінің топ 300-ге кіретіндігі, бұның барлығы менің таңдауыма әсер етті деуге болады. Ал аймақтану мамандығына келетін болсам, бастапқыда мен 11-ші сыныпта ОБТ-ға дайындалып жүрген кезде, бастапқыда екі шет тілі мамандығына түсемін деген ой болған болатын. Кейінірек осындай бір случайға байланысты танысымнан аймақтану мамандығы жайында бірінші рет естідім. Содан кейін ол танысым айтқаннан кейін мені бұл мамандық өте қатты қызықтырды расымен де. Содан кейін осы мамандық жайына өзім интернеттен қарадым, барлық сайттардан қарап, аймақтану мамандығы жайында толық информация өзіме алдым да, маған бұл мамандық үлкен мүмкіншіліктер беретін және де жалпы өзінің көптеген информацияларды оқығаннан кейін мені қызықтырды деп айта аламын. Содан соң ОБТ-ны тапсырғаннан кейін мен ОБТ-дан 120 балл алған болатынмын. Содан кейін бұл менің объективті түрде салыстыра келе мен Қазақ ұлттық университетіне тапсыра алатыныма көзім жетті. Және де аймақтану мамандығына осылайша тапсырып, грант иегері атанған болатынмын. ОБТ-дан сонда 120 баллмен сен грантқа түстің, аймақтануға. Ағылшын дүниежүзі тарихы. Менде ситуация басқандай болды негізі. 11-ші класста Казнуды білдім, бірақ та именно осы мамандыққа тапсырам деп ойлаған жоқпын. Ол кезде андай Казгоградқа барам, ішінде студенттік өмір нағыз сол жерде деп ойладым да. Оған керекті специализацияларды іздей бастадым. Сосын аймақтану мамандығы бар екенін білдім. Интернеттен білдім, мен өзім самоучка ретінде дайындалдым. И дүниежүзі тарихы ағылшынды таңдап, соны оқи бастадым. Одан кейін ЕНТ тапсырдым, ЕНТ-дан 121 балл алдым. Сол балға байланысты өзім қалаған аймақтануға барып, Казгоградта приемный комиссияға бардым. Сол кезде айтты, осы мамандыққа сіздің балыңыз грантқа жақсы жетеді, осыны жазыңыз дегенде. Жаздым, тапсырдым. Одан кейін өзі 1-2 күн күткеннен кейін вообще Қазақстан бойынша гранттың списогі шықты. Осы аймақтану мамандығының грантын ұтқан болатынмын. Кейін Казгоградқа келіп, сол өзінің арманын өзі орындалды, жүзеге асқанын сол кезде сезіндім. Одан кейін осы біздің аймақтанудың халықаралық қатынастардың біздің өзіміздің корпусқа келдім. Сөйтіп жалпы осы мамандыққа осылай өзім жеке жолмен жеткен болатым. Ожидание, реальность қалай болды? Басында жақсы, мен ожиданием өз реальностым ожиданияға тұрды, потому что там басқаларды инстаграмда көрген кезде кәдімгідей историяға түсіріп, Казгоград ректораттың зданиясы да күшті болатын. Соның ішінде мен жай прогулка жасағанда визуализация жүргізетін болды, мен осында оқимын деп. И бардым, студент болып бардым, спорт залға баратынбыз, ректоратта да жүретінбіз. Арманым орындалды десек болады.
вот. Иә. Рахмет. Менде негізі вообще басқаша болды. Мен ең бірінші пән таңдап алдым. Дүниежүзі тарих пен ағылшынды таңдадым. Ол кезде мамандық туралы ойымда болмады. Ең бірінші 9 класста таңдаймыз ғой. Өзіме қызық болды дүниежүзі тарихы. Енді тарихты білу, басқа мемлекет и соответственно тіл жағы. Содан кейін бірінші пәнді таңдап алдым. Содан кейін барып мен мамандық іздестіре бастадым. Осы пәнге қандай мамандықтар бар екен деп. Сол кезде бізге 11 класста көп универлардан келеді ғой, мектепке таныстырып. Сөйтіп біздің мектепте оқып кеткен қыз келіп, осы мамандықты таныстырды. Сол кезде білдім. Бірақ менде де бәрінде болған шығар. Енді Казгуға түскім келіп, бір Казгуды күшті қылып көріп, даже андай дәптерлердің барлық жерінде Казгу деп жазып. Телефонның заставкасына болып қойған ғой. Казгуға скрин жасап. Сондай болды да, Казгуға қатты түскім келді. Бірақ мен білген жоқпын, ол қыз бізге басқа универдан таныстырып кетті. Мен білген жоқпын, Казгуда именно сол мамандық бар екен. Бірақ цель әйтеуір дүниежүзі тарих пен ағылшын таңдадым. Казгуға түсу. Пән енді мамандық қалды. Мамандық тоже енді любой адамның өміріне важный не ғой. Сол кезде қызығушылығыма сай осы мамандықты көрдім, аймақтануды сол қыз таныстырды. Мен де сендер сияқты интернеттен іздедім. Содан кейін бастап уже мен білдім да осы мамандық бар екенін. Сөйтіп осы мамандыққа түскім келді. Содан кейін 123 балл алдым и сразу осы мамандықты бірінші орынға жаздым да, и қазір түскеніме қуанамын. Бірде бір андай өкініш сезім болмайды. Енді Армандай орындау. Иә, армандар. Главное жазып. Біз енді 4 жыл бұрын түстік қой, 2018-де. Иә, қазір енді уже бітірейін деп жатырмыз. Сіз 2006-да түстіңіз, 2006 енді біраз уақыт өтті одан бері. Сіздің кезіңізде қалай болды жалпы? Сіз қалай түстіңіз? Иә, шындығында біраз уақыт өткен. Өйткені өзім де жаңа есептеп отырсам, тіпті сіздер жаңа мен бітірген жылымда сұраған кезде 2010 деп, сіздер өздеріңіз таңғалып жатсыздар. 12 жыл өткен екен деп. Өзіме де кейде сенуге қиын, бірақ мен түскен кезде мен аймақтану мамандығы туралы негізі газет журналдардан біліп жүретінмін, оқып осындай бар, халықаралық қатынастарға жақын, бірақ та аймаққа кішкене басымдық беретін мамандық деп негізі шамамен бір 10-шы класстан екен зерттей бастадым. Одан кейін бітіргеннен кейін мектепті бірден осы мамандық таңдадым, бірінші етіп жазып. Әрине жаңағы вуз ретінде Казгуды жаздым. Сіздер айтқандай менің де бір арманым болды деп айта аламын Казгу. Бірақ менің байқап отқан бір нәрсем, біздің кезімізде ондай түсінік болған жоқ та, жаңа визуализация, сіздер айтып жатқандай телефонның заставкасына қою деген жоқ, сондықтан ондай визуализациясыз түскен екенбіз деп ойлап жатырмын. Реальностьпен ба? Иә, ол кезде де кішкене енді информациялық жаңа ақпараттық технологиялар енді дамып жатқан кез. Бірақ та сол біздің кезімізде де ағылшын тілі жаңа бейіндік пән. Осы аймақтану мамандығын таңдап келіп түстік. Бізге ең бірінші жаңағы orientation day дейді ғой. Жаңа Бақыт Задиевна, Амангелді ағай біздер жинап мамандық туралы, жалпы факультет туралы түсіндірді. Осындай аймақтар бар, жаңа Таяу Шығыс, Батыс Европа, ақш, Канада, Азия тынық мұхит аймағы бар деп жалпылама бізге түсіндіріп өтті. Сол күні қандай тілдер таңдай аламыз. Сол мысалы сол жиынымыз біздің orientation day күні өткен. Шынымды айтсам әлі есімде. Сондай қызықтар болды. Жалпы сіздерге ұқсайтын сияқты менің былайша айтқан история. Иә, енді біз аймақтар бойынша білім аламыз ғой. Мысалы біз ақш, Канада аймағын қазіргі таңда мысалы оқып уже бітіріп жатырмыз да. Сіз қандай аймақтандыңыз сол кезде? Менде Азия тынық мұхит аймағы болды. АТР. Бірінші сіздер де солай таңдаған шығарсыздар, бірінші тіл, сосын аймақ деген сияқты. Сол мен бірінші тілім ретінде Қытай тілін таңдадым, екінші тіл ретінде ағылшын. Сосын аймақты таңдағанда Азия тынық мұхит аймағын таңдадым. Менің ойымша осы аймақ ең қызықты аймақтар болған сияқты, аймақтың бірі болған сияқты. Себебі
ол уақытта мысалы 2000 жылдардың ортасынан асқан кез Азиядағы мемлекеттер былайынша айтқанда динамикалық түрде дамып жатты. Мысалы оңтүстік шығыс Азия елдері бар, Азия тигрлері, Азия мысалы дракондары деп айтады. Сондықтан соның барлығы маған мысалы батыс Еуропадан гөрі осы Азия қызықтырақ болды да. Оны даже мен көп ойланбастан соны таңдадым. Бірден көп ойланбастан дегенде жақсы. Енді жалпы мен өзімде де айта кетсем деп па, қалай келдім бұл мамандыққа. Менде де негізі банально болды. Бір андай ерекше жағдай болған жоқ. 5-ші сыныптан бастап негізі мен бірақ журналистикаға түсемін деп ойладым да. Менде прям арман болды кәдімгідей андай экранда өзімді елестететінімде жаңалықтарды мен жүргізіп отырамын деп ше. Өйткені үйде де сондай айтатын, сен всегда телевизорда жүретін адам сияқтысың деп маған папам өзі солай айтатын да. Сонымен журналистикаға дайындалдым 10-ші сыныпқа дейін, бірақ 10-ші сыныпқа дейін дайындалдым, 11-ші сыныпқа келдік. Сөйтіп 2 ай жаңағы журналистикаға түсемін деп жүрдім 11-ші сыныптың басында. Сосын бірден ағылшын тарих таңдап, ешқашан ойламадым осы ағылшын тарих таңдап, осындай жаңағы салада мен бітірем, осындай жаңағы аймақтану маманы болып шығамын деп. Менің бұған негізі қызығушылығымды оятқан мамам болды да. Өйткені маған айтатын, сенің аналитикалық жаңағы склад ума дейді ғой. Сондай мен андай телевизорда болып жатқан кезде сондай жаңалықтарды айтады ғой. Мен сөйтіп жаңалықтар көріп отыратынмда қызық болады маған дикторлардың сөйлегені. Сол кезде мысалға шет елдер туралы жаңалық айтып жатқан кезде мен анализ жасап отыратында, сын андай болжап отыратында, жоқ мынау қалай деген сияқты, мысалға Американың бұл действиясы мынандай әсерін береді ғой, бәрібір деген сияқты сөйтіп айтып отырған кезде мамам айтатын, сен неге саясат жаққа қарай, мысалы, мемлекеттік сондай бір қызметте жұмыс атқара алатын мамандықта неге көрмейсің деген сияқты. Вот сол кезде мен шынымен ойландым да, ойыма келді. Сосын мен бізден былтыр бітіріп кетті, қазір магистратурада оқып жатыр, Айым деген қыз. Вот сол қыз менің танысым болды да. Мен бірақ білмедім оның аймақтануда оқып жатқанын. Сөйтіп айтты аймақтану жайлы, маған шынымен өте қатты ұнады. Аймақтану бар, сосын халықаралық қатынастар бар ғой бізде. Бірақ енді аймақтанудың преимуществосы дейді ғой, көбірек артықшылықтары ұнады. Бірақ журналист болып армандағанның өзі де, мысалы қазіргі таңда аймақтануда оқып жатсам да, маған қазірдің өзінде мысалы соның өзі орындалып жатқан сияқты болып көрініп тұр да. Көп мүмкіндік берді, жалпы айтқанда көп мүмкіншіліктер беріп жатты. Бұл просто мамандықты көбісі біле бермейді да. Бірақ негізгі оқытатыны, аналитикасы жағынан бағанағы барлығы бізге көп мүмкіндікті береді ғой. Енді қазір негізі нарыққа ие мамандықтардың бірі болып отыр ғой. Саясатта болсын, жалпы бізге өзімізге де мен келген кезден бастап есіме түсірсем, біз оқыдық қой дипломатия деген сияқты. Оның бәрі бізге керекті да. Мысалы, кез келген сферада өзіңді қалай ұстау керек, қай адаммен қандай қылып сөйлесу керек. Жалпы осы аймақтану мамандығы біздің тұлғалық, жалпы өмірде тұлғалық қалыптасуымызға қандай әсерін беріп жатыр, және мысалы болашақта қандай әсерін әлі де береді деп ойлаймыз. Осы сұрақты қарастырып кетсек. Мысалы, сіз басыңыздан өтті ғой, мысалы біздің тәжірибеңіз мол, қаншама жыл осы жас кезіңізден бастап, кішкентай мектептің түлегі болып келген кезіңізден бастап, мысалы, сізге қалай әсер етті? Негізі өте қызық сұрақ. Менің ойымша, әр мамандықтың өзінің ерекшелігі сол тұлғаның негізі қалыптасуына өз әсерін тигізеді. Енді аймақтану бойынша айтатын болсам, менің ойымша біз енді жаңағы тілдерді үйренеміз ғой. Бірінші тіл, екінші тіл, және олар бір қысқа мерзімде емес, 4 жыл оқимыз, 4 жыл бойы жүретін тілдер. Сондықтан бізге бір берілетін қасиет дейміз ба, ол әртүрлі multicultural environment дейді ғой. Мысалы, көп ұлттардан тұратын бір ортаға келгенде біз меніңше оңай бейімделе аламыз, оңай ол кісілермен араласа аламыз. Бұл өзімнің тәжірибем, мысалы,
2010-да бітірдім мамандықты. Сосын Қытайға магистратураға оқуға түстім. Ол жерде топта бізде бір қытайлық болған жоқ. Барлығы әлемнің түкпір-түкпірінен жиналған жан жақтан келген студенттер, магистранттар болды. Сол кезде мысалы мен қатты қиналмадым. Яғни олармен Қытай тілінде болсын, ағылшын тілінде болсын, мысалы бірден араласып кеттім деп айта аламын. Бұл бір қасиет, ал екіншісі мүмкін енді аймақтануда қазір бар шығар, келіссөздер, жаңа сіз айтып өттіңіз, дипломатия пәні деп. Осы пәндер мүмкін біздің сол дипломатичность дейді ғой, адамдардың кішкене flexible, мысалы қарым-қатынаста кішкене гибкий деймін, бір жұмсақ, барлық тұстарын бір зерттеп отыратын бір қасиетке де баулитын сияқты. Осы екі нәрсені айтқым келеді. Біз дикс сабағын өттік қой, дипломатиялық және консулдық қызмет. Енді біз бір топта оқығаннан кейін Дианаға мысалы сол пән көбірек қызық болған сияқты. Әлі помню, бірінші сол сабақ қойылған кезде Бақыт Садиевна беретінін білдім. Одан кейін менде оған сол сабаққа арнайы киім болған жоқ болатын. Там ақ блузка деген сияқты. Болды, бірақ та тағы да жаңартқым келген болатын. Сол сабаққа ерекше дайындалып, там торговый центрға барып сатып алып, кәдімгідей жақсы дайындалып келетінмін. Жалпы сен тұлға болып қалыптасуына қалай әсер етті дегенде, меніңше бір 80-90% әсер етті десем болады. Себебі бірінші курста қазір өзімен төртінші курста салыстырсам, даже қарапайым көз жанарым өзгереді ғой адамның. Вот менде сондай качестволар байқалған. Ол біріншісі әрине сол дипломатиялық консулдық қызмет. Оны мен тек қана андай ортамызда, мысалы достармен емес, қарапайым отбасымда да қолданғам кейбір кездері, бауырыммен конфликтный ситуация кезінде давай бүйтейік деген сияқты. Одан кейін мысалға тарих, саясат, экономика, мысалға США и Канадан таңдаған кезде маған ол жақтың көп жағы болады ғой, жабық ел сияқты мәдениеттері былай білсек те, мен сол аймақты таңдағаннан кейін оған тереңірек оқи бастадым. Яғни қазір жақсы білем деп айта аламын. Одан кейін осы мемлекеттер арасында қақтығыстар туралы, олар неден туындайды, қарапайым бір ситуация үлкен жанжалға, дүниежүзілік соғысына алып келетінін де ұқтым. Яғни сондай мелочный ситуациялар өмірде де адамға қалай әсер ететінін білдім десем болады. Даже элементарно жаңалықтарды бұрында көргенде басқаша қабылдайтын едік қой. Қазір уже кейбір нюанстарын біліп отырасың, деп. Бұның артында кім тұрған, қандай ситуацияға келетінде біз уже аналитикалық түрде сарапшы ретінде қалыптаса аламыз. Қалай бар, солай ғана естіп тік қабылдай салмай, екі жақты, жан жақтан, сан түрлі қырлы ойлауды жалпы соны қалыптастырдық. Енді біз аймақтанушы болғанда, біз дипломатпыз, халықаралық қатынастардың маманымыз, мысалы мемлекеттік қызметте де жұмыс атқара аламыз, тіл үйренеміз, тіл білеміз, аудармашы да бола аламыз, және мысалы бізге айтатын еді ғой, ғылыми центрларда мысалы аналитик бола аласыңдар деп. Мысалы сіз қазір кафедра басқарып отырсыз, мысалы СДУ-да, халықаралық қатынастар мамандығының оқытушысы және кафедра басқарушысы, меңгерушісі. Мысалға ғылыми зерттеу орталықтарында мысалы дипломат болғысы келмесе, немесе мысалы госслужба дейді ғой, госслужбада істегісі келмесе, таза мысалға сол аймақтың үрдістері жайлы, болашағы жайлы, мысалы болжамдар, әртүрлі ғалымда мысалы болуға болады. Сіз мысалы көріп жүрген шығарсыз қазір. Әрине. Ол жерде тек елшіліктер, сыртқы істер министрлігімен шектеліп қалмайды, әрине. Қазір көптеген халықаралық ұйымдар бар, мысалы Астанада, Алматыда дегендей. Және де зерттеу институттарында істеуге болады. Былайынша айтқанда researcher болуға болады. Бізде енді қазір көбейіп жатқан байқаймыз ғылыми зерттеу институттарының. Мысалы, ондай институттар think tank шетелдерде көп, әсіресе ақш-та, Еуропа елдерінде.
Сондықтан мысалы елшіліктерде жалпы дипломатия саласында жұмыс орындары болмайтын болса, немесе былайша айтқанда бәсекелестік көп болатын болса, онда неге мысалы жаңағы ғылыми зерттеу институтына бармасқа, сол жерде әртүрлі зерттеулер жүргізуге болады. Және де мысалы аймақтану, халықаралық қатынастар, олар белгілі бір бағытта өте бір тар узкий дейміз ғой, бағыттағы мамандықтар емес, олар мультидисциплинарный дейді, интердисциплинарный сондай мамандықтар, яғни сіздер басқа мамандармен, басқа саланың мамандарымен бірігіп зерттеулер жүргізе аласыздар, мысалы әлеуметтанушылармен, экономистермен деген сияқты. Себебі бізде сіздерде де сол бағыттар бойынша пәндер болған шығар, мысалы таңдаған аймақтың мысалы халықаралық құқық, мысалы құқықтанушылармен де отырып еркін мысалы құқық жайлы, заң жайлы екенбіз. Мысалы Қазақстан Республикасы енді біз азаматы болған кезде заңын білеміз ғой енді, жалпы кодекстерін деген сияқты. Ал біз США мен Канаданың заңдар жүйесін жалпы ішкі де болсын, сыртқыда болсын оқыған кезде шынымен таңғалдық та. Өйткені ол жаңа біз білмейтін, мысалы бізде көңіл бөлінбей қалған тұстары қарастырылғанда, мысалы ақшта сол сияқты экономикада да, құқықта да еркін осылай сөйлесіп отыруға болады екен. Мысалы бұл жерде көп мүмкіндіктер бар деп ойлаймын. Бакалавриаттан кейін аймақтану мамандығын бітірсеңіз, әртүрлі бағытта сіз өзіңізге қай бағыт жақын немесе қызықты, сол бағыттың мысалы мамандарымен бірлесіп зерттеу жүргізуге болады, немесе ұйымдарға жұмысқа тұруға болады. Сосын бизнес жайында мысалы Гүлжан, сен осы салаға қызығасың ғой, бизнес саласына. Аймақтанушы болып бизнес бастауға болады ма? Аймақтанушы болып, әрине ең бірінші бағана айтып кеткендей, келгеннен бастап бізді уже кәдімгі тұлға ретінде, бөлек бір кәдімгідей дипломат ретінде қарастыра бастайдық. Бағана Диана айтып кеткендей, киімімізге қарап, өзімізді ұстауымызды үйретеді. Содан кейін ішкі жағында уже пәндерді оқи бастағаннан кейін әртүрлі тактикаларды оқыдық. Біз өзіміз шеберлік, келіссөз барысында қолданатын тактикалар деген сияқты, ол да соответственно сенің жеке өміріңде ол тек қана бизнес саласында емес, басқа да мысалға адамдармен қарым-қатынас кезінде де ол үлкен өзінің преимуществосын береді да. Мысалы бизнес саласында да ол өзіңнің адамдармен қарым-қатынас кезінде, келіссөздер жүргізген кезінде уже түсіне бастайсың. Және де мамандық жайында және сендерге айта кеткім келіп тұр, сұрақ қойғым келіп тұр. Тіл бойынша оқыдық қой, біз сол туралы айтып кетсеңдер. Тілдің расымен де аймақтану мамандығын кең спектрлі мамандық ретінде өзім қарастырамын. Себебі бізде бірінші академиялық семестрден бастап, мысалы батыс тілдерін, мысалы француз, неміс, итальян, испан секілді, батыс тілін, сонымен Қытай, араб секілді шығыс тілін таңдауға мүмкіндік болды ғой. Бірінші семестрде енді білмеймін, өзіме ағылшын тілін мектептен дайындалып келгеннен кейін өзіме бір разнообразие ретінде француз тілі өте қатты қызық болған болатын. Сонымен бірінші семестрде француз тілін оқып бастадым. Екінші семестрден бастап, яғни екінші жылдан бастап тағы да екінші шет тілін таңдау қажет болды. Өзім батыс Европа елдерде өте қызықты болғандықтан неміс тілін таңдадым. Және де бір таңдаған себебім неміс тілі. Бұл кезде бізге носитель языка береді деген естідім. Торстен Клеслер, яғни Германияның азаматы. Соны естігеннен кейін тілге деген қызығушылығым өте қатты артты десем болады. Себебі өздеріңіз білетіндей носительмен үйренген тілді үйренсе, ол өте эффективный, расымен де эффективный болады. Сондықтан да жалпы тілді таңдауға да өте жақсы мүмкіндіктер берілген деп есептеймін. Және де тілді білген маман, менің ойымша қазіргі заманда халықаралық нарыққа біздің шығуымызға үлкен мүмкіндігіміз бар. Және де еңбек нарығында да үлкен жалпы сұранысқа ие деп айта аламын. Сондықтан да бұл жағы өте қатты өзіме ұнайды. Бағана айтып кеткендей, біз осы аймақтану мамандығы ғой, бізге үлкен мүмкіндік беріп тұр да. Біз келген кезде таңдадық, айтып кетті ғой, Аяжан таңдадық деп. Менің өзімде мысалы бірінші тілге француз тілін, екінші тілге испан тілін, енді ол тоже үлкен мүмкіндік та. Сол үшін
қуанамын шынымен именно осы мамандыққа түскеніме, және де басқа тілдерді игергеніме. Біз мысалы батыс тілдерін таңдадық. Менде мысалы неміс, француз, шығыс тілін Диана таңдады. тілі болды. Ең ерекше және қызықты деп айтсам болады. Бір батыс тіл, бір Европа. Бір батыс, бір шығыс тілін. Сосын батыс, шығыс, жалпы факультетте біз сабақтармен өткен тілден бөлек, мысалы, менде мүмкіндік болды да, жаңағы университетте басқа, мысалы, факультетте сабақ беретін апайдан сабақ алуға, мысалы, менде сондай мүмкіндік болды. Жаңағы мұғалімдерден, өзіміздің оқытушылардан сұрап деген сияқты. Мен, мысалы, Түркияға жаңағы обмен дейді ғой, академ мобильность. Сонымен барғым келді. Сол кезде, мысалы, мен қосымша тағы түрік тілін үйреніп алдым. Ол да, мысалға, маған сондай мүмкіндік ашты. Неміс, француз жаңағы тілдерінен ағылшыннан бөлек, мысалы, түрік тілін оқыдым, сертификат алдым. Оның өзі сондай маған жақсы қуанам да, осы аймақтарында жүріп, сондай мүмкіндік болғанына. Жақсы мүмкіндік екен. Күшті болды. Қазір енді мен сіздерден сұрасам, біздің студенттік уақытымыз, мысалы, 2006-2007 сол жылдары, 2008 жылдары өтті. Енді қазіргі уақытпен салыстырғанда сіздердің студенттік өмірлеріңіз, жалпы сабақтан тыс уақыттарыңыз қалай өтеді, соны білгім келіп отыр да, маған қызық. Жақсы, қызықты сұрақ. Біздің студенттік кез 2018-2022 жылдар арасы ең қызықты, шуақты, беззаботный уақыттар десем болады. Мысалы, қазір әңгіме барысында да мен студенттік кезімді қимай жатырмын. Жалпы бірінші курс ең бір қиын болса да, осы универ кезінде жүрген бір жақсы уақыттардың бірі десем болады. Ол кезде ең бірінші келіп жатақханаға тұрдым. Одан кейін сразу келесі күні организациялар жәрмеңкесі болған болатын. Онда біз әрбір студент бір организация мүшесі болу керек деген талап болған. Біз Казгуратқа бардық, подругам екеуміз, көп там Сұңқар студенттер альянсы. Бірге бардық қой біз. Жатақханада тұрдық қой. Сол кезде көптеген организациялар болды. Оның ішінде мен научно-студенческая организацияға түстім, қол қойып. Одан кейінгі жиналыстар болды, яғни сабақтан тыс бізде сразу түстен кейін жиналыстар болатын. Онда негізгі проекттар болады осы уақыт арасында. Осыған дайындалайық деп әркім өз өнерін айтып, дайындық жүргізетінбіз. Кейін осылай отырып, саясаттағы болып жатқан оқиғалар туралы әңгіме қозғайтынбыз. Жай ғана қарапайым бізге как бы тынығу, демалу болатын, ол не как бір жұмыс ретінде емес. Одан кейін көп уақытымыз бірінші курста библиотекада өтті. Ол кезде үй тапсырмасы, семинар, рубежка деген қиын болып көрінетін. Кейін екінші курста уже более еркін форматта жүрдік, өзіміз расписаниядан ыңғайлы болды. Кейін бірақта коронавирус, карантин басталғаннан кейін біздің 1,5 жылымыз онлайн форматта өтті. Осы 4-ші курста ғана барлығы қайтадан өз қалпына келіп, қайтадан осы студенттік шағымызға оралғандай болдық. Енді студенттік шақтың ең жаңағы қызық қылып сезіндіретін студенттік шақты ол жатақханада тұрған студенттерде қатты қызық болып сезіледі деп ойлаймын енді өз басым. Өйткені біз мысалы Диана екеуміз жатақханада тұрдық. Енді бізде жатақхана дейді, бірақ студенттер үйі деп аталады жалпы. Сосын мысалы бізде факультет пен жаңағы студенттер жатақханамыздың арасы жаңағы 5 минутта болмайды, жай 3 минут асықпай келсек, енді 5 минут шығар, қыздармен әңгіме айтып асықпай келген кезде 5 минут жүреміз. Сол кезде мысалы сабақ сағат 10-да болады болса, 9-дан 50-55 кеткенде шығар комнатадан. Солай жалпы жатақханада тұрған кезде де мысалы жатақхананың өзінің ұйымы болатын да, өзінің студенттерінің ішінде студенттік кеңес деген мысалы ұйым болды. Сосын тағы да Диана, сен қайсында көмекте болдың ба? НСО-да. НСО ғылыми кеңес. Ол жақтағы мысалға бір ұйым бар, ғылыммен айналысады. Мысалы бізде студенттік кеңес жатақхана студенттерімен жұмыс, жалпы жатақхананың тәртібі, жатақханада болатын іс-шаралар деген сияқты. Мен өзім төрағасы болдым сол студенттік кеңестің. Сосын карантин басталып кеткеннен кейін сәл уже жаңағы жатақханада тұрмадық. Енді одан кейін қанша 1,5 жыл өтті жатақханада тұрмағанымызға. 2 жыл, почти 2 жыл тұрдық жатақханада. Сосын көмек
ұйымы болды, көмектінде студенттер тұрды көмек. Мысалы студент болып келген кезде Алматыға мен өзім былай ойлайтын едім да, балалар үйіне барып көрсем, қарттар үйіне барып көрсем деп маған, өйткені ол қызық болатын да, барып көмектескен, олармен сөйлескен, енді былайша айтқанда мейірімді жаңа іс қой, сауапты іс деген сияқты. Оған бізде мысалға сонымен де айналысатын, қайырымдылықпен де айналысатын ұйым болды, көмек. Сұңқар деген ұйым болды бізде. Сұңқарда жаңағы студенттердің құжаттарымен сондай бір әлеуметтік көмектер береді, сондай жалпы істермен айналысты. Өте қызық болды. Бізде мысалы концерттер болады ғой. Бізде Казуградта мысалы Жолдасбеков атындағы студенттер сарайы қазір сондай үлкен, әдемі, көптеген әншілер концерт береді. Мысалы сол кезде бізді тегін жіберетін. Просто мысалы түсте қосымша тегін жібергеннен бөлек ол кешкі уақытта болады ғой. Кешкі уақытта бізде сабақ болмайды. Сағат максимум 3-4-ге дейін біздің сабақтар бітіп қояды да. Біздің сабақтан кейін емін-еркін күшті болып жаңағы кейін концерттерге баратынбыз. Сондай қызық болып өтті негізі. Айтады ғой, қызығы да, шыжығы да мол болды деп. Вот самый сондай қызығы да, шыжығы да мол болған бірінші курстың кезі ғой. Жаңағы барлығы жаңағы. Тағы да былай болды ғой, мысалы біз жоғары балл алған студенттер ғой, енді көбісі жоғары балл алған студенттер жаңағы барлығы жақсы оқығысы келеді сабақта. Сондай қызық кездер болды. Жарысып оқып, сондай қызық кездер болған. Ғылыми конференция, пәндік олимпиадаларға, оларға қатысқан шығарсыздар. Бізде Аяжан қатысқан конференцияға. Осындай олимпиадалар өтеді көбінесе. Жыл сайын негізі қатысуға тырысамыз, себебі өзіміздің жалпы магистратураға да түсуімізге мен ойымша үлкен үлесін қосады деп ойлаймын. Сондықтан да осы жылы осы командамен негізі пәндік олимпиадаға да қатысайын деп отырмыз. Дайындалып жатырмыз. Одан кейін Әл-Фараби оқулары болады жылда. Осы жылы 11-ші оқулар болады ғой деймін. Біз әрбіріміз кез келген сабақ пән бойынша жеке-жеке тақырып таңдап, сонда выступать ететінбіз. Оған бір 5-6 минутқа дайындалып, орындар сертификаттар береді. Олимпиада РВЕ, регионоведение жалпы аймақтаны бізде Казгуда бар, ИНУда, Астанада, Тұранда, Инязда, Алмаюда. Осы 5 универ олимпиада енді жыл сайын болады ғой. Бізде всегда гран-при, бірінші орын емес, гран-при, жыл сайын гран-при алады да. Сосын бізге де биыл жаңа Бақыт сізден айтып жатыр ғой, намысты қолдан бермеңдер деп дайындалыңдар деп. Сосын бізде мысалы практика бар ғой, жалпы практиканы ең қызықты практика қай жерде болды? Осы негізі мүмкіндіктер көп қой, жылда беріледі. Универ тарапынан айтады ғой, таңдағыларын келсе осындай жерлерден өтсеңдер болады. Немесе өздеріңіз барып таңдасаңдар болады, өздеріңе ыңғайлы өткілерің келетін жерге деп. Негізі сол жағы қатты ұнайды да, өйткені өзіңе қызығушылығыңа сай жерді таңдасаң да болады. Немесе универ саған беріп отырған бағытқа барсам болады. Осы жылы біз Біріккен ұлттар ұйымының өкілдігінде өтіп жатырық практиканы. Өте қызықты, жаңа бір сферада өзіңді кәдімгідей бір тұлға ретінде сезінесің. Сол практикалық жағынан үлкен мүмкіндіктер сыйлайды ғой. Жалпы. Мен Қазақстан Жапон орталығында өткен. Аймағым АТР болғандықтан мені сол жаққа жіберді. Көп нәрсе үйрендім деп айта аламын, өте қызықты болды. Мысалы, оқыған тілім Қытай тілі болса да, аймақ бір болғандықтан Жапонияда маған қызық болатын. Сондықтан маған да ол тәжірибе өте ұнады. Бізде Біріккен ұлттар ұйымында мысалы жаңағы төрағамен бірге мысалы дипломатта ол кісі Женевада мысалы ООН-ның кәдімгі жаңағы представительствосында отыр ғой, Қазақстанда. Женевадағы ООН-да істеп келген, көп елдерде жаңа дипломаттық қызмет атқарып келген, сондай жаңа үлкен қызметтерді атқарған тұлғамен солай емін-еркін бізде сөйлесу мүмкіндігі болды да, прям күшті күшті болды. Басқа қыздарда да бізде универде группада оқитын оларға министерстводан да мүмкіндік берді сол жақта барып өтуге. Енді жалпы әңгімеміздің соңына да келіп қалдық. Осы аймақтану мамандығына жалпы
көргісі келіп отырған, жалпы жоспарлап жүрген немесе әлі де ойланып жүрген жас түлектер болса, өздеріңіз қандай жалпы тілек, қандай кеңес айтар едіңіздер? Жалпы қазір дайындалып жүрген 11-ші жас түлектерге, жас талапкерлерге айтарым, егер де нақты алдарыңа мақсат қоя білсеңдер, және де оған бірнеше қадам жасасаңыздар, осы факультетке Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне, оның ішінде халықаралық қатынастар факультетінің аймақтану мамандығына түсу, ол орындалатын мақсат, арман десем болады. Тек қана осы негізгі пән ағылшын дүниежүзі тарихына жақсы дайындалып, жоғары бал алуға тілектеспін. Одан кейін осы негізгі дайындаған білімдеріңді осы мамандыққа бұйырса түскеннен кейін ары қарай талаптандыруға көп мүмкіндіктерің бар. Гүлжан? Негізі бітіруші түлектерге қазіргі таңдау үстінде отырғандарға еш уайымдамай, тек алға Диана айтып кеткендей мақсаттарыңызды қойып алыңыздар. Содан кейін біздің универдағы, яғни осы мамандықты таңдасаңыздар, қызығушылықтарыңызды одан әрі оята білетін универ болып табылады. Және де тұлға ретінде кәдімгідей сіздерді тәрбиелеп шығады. Сондықтан біздің факультетте, мамандықта сіздерді күтеміз. Расымен де барлықтарыңызға тек қана сәттілік тілейміз. АНТ-дан жоғары бал алып, өздеріңіздің мақсаттарыңызға жетулеріңізге тілектеспіз. Барлығыңызды Казнуда халықаралық қатынастар факультетінің аймақтану мамандығында күтеміз. Енді бакалаврды, магистратураны, докторантураны бітірген, жалпы толыққанды қазіргі таңда өте жоғары сондай білімді тұлға ретінде сіз қандай құнды кеңес берер едіңіз? Мен де ұқсас кеңес берем. Әрине аймақтану мамандығын таңдауға шақырам талапкерлерді. Себебі бұл мамандық көптеген мүмкіндіктерді ұсынады. Яғни тек қана сол бір бағытпен кетпейді, оны бітіргеннен кейін әртүрлі салада қызмет етуге болады. Белгілі бір аймақ бойынша жан-жақты білім алады студенттер. Яғни толыққанды дайын болып шығады деп айта аламын. Сондықтан еш ойланбастан аймақтану мамандығын осы Казгудағы халықаралық қатынастар факультетіндегі мамандықты таңдауға әрине кеңес беремін. Жалпы өте сондай қатты келісем барлықтарыңызбен. Шынымен де жаңа заманауи мамандық, жаңа мүмкіндіктерді беретін мамандық. Сол себептен тек қана саясатпен, экономикамен, құқықпен шектеліп қалмайды. Сол өзіңіздің қаншалықты білім алғыңыз келеді, соншалықты білім сізге бере алатын мамандық болғаннан кейін, шынымен де біз шын жүрегімізбен, егер сіз осы мамандыққа түскіңіз келсе, сол арманыңыздың орындалуына, сол мақсатыңызға жалпы жетуіңізге біз тілектеспіз. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің қасиетті қара шаңырақтың, оның ішінде қазіргі таңда барлық Қазақстандағы дипломатия саласының жалпы негізінің қалануына өзінің ықпалын берген, ол біздің халықаралық қатынастар факультеті. Соның ішінде аймақтану мамандығы, ол қазір көптеген, мысалы біздің жоғары жаңағы биліктегі лауазымды, мысалы қаншама біздің бітірген түлектеріміз отыр. Осы дипломатия саласында көп жарық көрген еңбектердің авторлары, мысалы бізде сабақ береді, біздің факультетімізде, біздің өзімізге, мысалы қаншама танымал оқытушылар сабақ берді. Сол үшін өте сондай бір сапалы дейді ғой, сапалы білім алғыңыз келсе, шетелге шыққыңыз келсе, мысалы бізде көптеген мемлекеттерге академиялық ұтқырлықпен мысалы оқуға мүмкіндік бар. Егер де сондай көп мүмкіндікті қаласаңыз, онда әрине аймақтану мамандығы сізді күтеді. Құрметті болашақ жас біздің талапкер достарымыз, сіздерге сәттілік тілейміз.